Айтты не, айтпады не, егізек жасы 30-ға таянса да, тағдырдан қайда қашармын, әу баста туғанда, тайқы маңдайға не жазылса, сол бола жатар деп жүрген. Бұл қызмет ететін мекемеге ақ жарқын мінезді жас қыз мектеп бітіре салып, еден жуушы болып жұмысқа тұрды. Мектепте жақсы оқыпты, алыс ауылдан оқу іздеп қалаға келіп, жолы болмаған соң құр қол қайтып баруға намыстанып, қалада қалып қойыпты. Оның ендігі бойы қыстай жақсылап дайындалып, қалаған оқуына қайта тапсыру екен. Бір алыс туысының үйінде тұрып жатыр екен. Айлыққа ілінсе, пәтер жалдап, бөлек шығудан да дәмелі. Өйткені біреудің қас-қабағына қарап, асына ортақтасып, масыл болып жүруге ыңғайсызданады екен. Жұмыс уақыты бітіп, жұрт үйлеріне кетсе де, жұмысын аяқтамай қайтпайтын момын жігіт, өзі де, сөзі де орнықты сол қызды ұнатып қалды. Жан сырын ептеп анасына айтып еді, Ақлима қоймашы табанымен шоқ басып алғандай шоршып түскені. Бізге жетпегені осы еді. Ауылдың қыздары шеттерінен қу боп алған қазір. Көрдің бе, дипломы бар, қызметі бар, даңғарадай үйі бар сен сияқты ақылды жігітті көре салып, етегінен ұстап, айырылмайын деп тұрғанын. Қаршадай болып қандай сұма, деді дегеннен. Бірер күннен соң сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ, алаяқ қыз бір бала туып берген соң, бар тапқан таянғанымызды сыпырып алып, үйімізді қақ бөліп, бір күні таяды ғой деп зарлады. Ақлиманың кірсе де шықса да айтатын бар әңгімесі енді осы болды. Бір күні өзінен өзі қараптан қарап, Құдай білет, ішіндегі баласы сенен дейсің бе, ал сен ашық ауыз, соған Құдайдай сеніп отырсың ба деп шала бүлінсін. Күндіз түні аузы көпіріп, жүкті болмақ түгілі бір жігітке қолын ұстатып көрмеген бейкүнә қыздың құлағын шулатқанына егізектің ызасы келді. Сөз тыңдайтын шешесі ме? Байғұс жігіт ішкі сырын қайдан айттымға түсті. Үйге келуге бетінен басып, жұмыста қараңғы түскенше отыра беретін болды. Ешкім жоқта жеңін түрініп жіберіп, қызға еден жуысып, столдарды қозғасып көмектеседі. Оқуға түрлі кітаптар әкеліп береді, сабаққа дайындығын тексереді. Қараңғыда жалғыз жүруге қорқар деп қаланың бір шетіндегі пәтеріне дейін апарып салады. Қыз да бұны жақын адамындай көріп, қуанышын да, ренішін де жасырмай айтып, ағасындай арқа сүйеп жүретін. Сонымен осылай екеуі бірге қысты шығарып салып, көктемді қарсы алды. Жадырап жаз шықты, жолы болып қыз оқуға түсті. Жатақханадан орын алып, өзі сияқты тең құрбыларының ортасында күліп ойнап оқып жатқан қызға егізек анда-санда барып тұратын. Оны бір күн көрмесе тұра алмайтын халге жеткен ересек жігіт ақыры оған сөз айтып, үйлену жайын қозғап еді. Қыз да бұған кетер емес екен. Алайда оқуын аяқтамай тұрмыс құрғысы келмеді. Анасы айтқандай тіс тырнағымен жабысып, қайткенде қалада үй жайы бар жігіттің етегін ұстағалы тұрған қасқыр қыз емесіне егізектің көзі анық жетті. Ақыры егізек ізінде 2 жыл жүріп, анасының қарсылығына қарамай сүйген қызына қосылды. Олардың үйлену тойы шағын кафеде өтті. Екеуінің ең жақын жора жолдастары ғана тойға қатысты. Іс-сапармен жүрген Егізбай ол тойда бола алмады. Неге екенін кім білсін, оның келіншегі де келген жоқ. Сіркесі су көтермей, қабағы кіржиіп, жер әлемнің барлығының ауыртпалығын өзінің қара басына түскенде қайғырып, қабағын ашпастан отырған Ақлима бір отырыстан соң елден бұрын үйіне қайтып кетті. Ауылдан келген құда-құдағайлар, жас жұбайлар жалдаған пәтерде бір қонып, ертеңіне елге аттанды. 2 жыл пәтерден пәтерге көше жүріп, егізектер әзер дегенде кішкене сәбейлі болды. Қандай қиындық болса да бірге төзіп жүрген сүйікті келіншегінің оқу бітіруіне мүмкіндік жасаған жігіт
Дипломы қолға тиісімен қаладан алыс ауылға көшті. Фермерлік кәсіптің қыр-сырын меңгеріп, азын-аулақ уақытта жағдайын түзеген жас жұбайлар кенде зәулім үй тұрғызды. Жеңіл көлік сатып алды. Қаладағы анасына қапшық-қапшық картоппен жуа, соғымнан сыбаға таси бастады. Туыс-туған, құда жекжаттарын, көршілерін шақырып, бір семіз қой сойып, жылын бергелі ешкім елемеген марқұм әкесінің аруағына арнап Құран бағыштады. Жылдан жылға қартайып шөге бастағанымен, екінші келінін адам құрлы көрмейтін Ақлима сонда да тек жерден қыз алмаған, айтқан ақылмен жүрмеген, отқа сүйресе боққа қашып, жұрттың қолы жетпейтін қаладан адамдары қашып жатқан ауылға кеткен ақымақ баласына иліккен жоқ. Егізек бірде ауыл мектебінде мұғалім боп істеп жүрген келіншегі сабағынан шыға алмаған соң, кішкене екі баласын ертіп, арнайылап анасына келген. Алайда қабағынан қар жауған сұсты әжелері оларға да жылы қабақ танытпай, қақиған күйі қалды. 9 ай 10 күн көтерген, ақ сүт беріп асыраған жарық дүниедегі ең жақын жанмен тіл табыса алмағанына қатты өкінсе де егізек ренішін сыртқа шығармай сабырлы қалпында ауылға тартты. Қанша дегенмен өзегінен тепсе де кетпейтін өз баласы емес пе? Анда-санда анасына телефон шалып, қал жағдайын сұрап тұратын. Бірде анасының қатты ауырып орнынан тұра алмай, иесіз үйде жатып қалғанын білді. Естіген бетте жаны шыдамай, келіншегі екеуі түн ортасы демей бірден қалаға аттанды. Дереу ауруханаға жатқызып, оның беті бері қарағанша жанында тапжылмай отырды. Егізектің әйелі түн ұйқысын 4 бөліп, бір қолы бір аяғы қимылдамай, кәріп болып қалған қырсық енесіне жас балаша қасықпен тамақ беріп, күндіз қол аяғына массаж жасап, мезгіл-мезгіл дәрілерін беріп, қасынан шықпады. Қанша уақыттан соң оны ауылға алып келді. Ешкім оның бұрынғы қылығын бетіне салық етіп, ескі өкпелерін қозғаған жоқ. Құда-құдағилары алма-кезек науқастың халін сұрай келіп, көңілін аулап, көрпе төсегін қағып сілкіп, жатқан бөлмесінің ауасын жаңалап, өзін есіктің алдына шуаққа алып шығатын. Әкесінің аузынан түскендей бүйрек бет сүйкімді немерелері де сырқат әжесінің маңынан шықпай, сусынын әперіп дәрісін ішкізіп, кез келген сәтте көмектесуге дайын тұратын. Егізектің де ауыл елге сыйы болғаны ғой, қарапайым, ақ көңіл, кісі жатырқамайтын бауырмал көршілері күн сайын көңілін сұрап, қал жағдайын біліп, естіген жаңалықтарын айтып, қасында отырып қайтатын. Келген кеткені келіні құр ауыз жібермейді. Ең болмаса шай ішіп кетіңіз деп қиылып жатқаны. Не деген шаршамайтын елгезек жан, бір қабағын шытпайды. Сырқат бағу қиын тиіп жүрсе де сыр білдірмейді деп ойлап қойды Ақлима кемпір. Әйтеуір сезімін сыртқа шығармағанымен, іштей келіні мен баласына көңілі риза еді. Бұл сырқаттан мүлде сауықпасын сезсе де, қартайғанда қараусыз қалмағанына қуанған Ақлима кемпір балаша елпілдеген келінінің ақ ниетін көріп, өзінің бұрынғы астам қылықтары мен іс-әрекеттеріне қатты ұялды. Алайда өзінің күнәсін жуып-шайып кешірім сұрауға баяғы көкірегі жібермеді. Бірде-бір рет анам бар еді-ау деп іздемек түгілі телефон шалып қал жағдайын сұрамаған егізбайы тым-тырыс. Оңаша қалғанда ойламайтын жоқ. Беті бері қараған соң қалада қараусыз қалған үйінің, ғұмыр бойы тірнектеп жинаған дүние мүлкінің жай-жапсарын білуді егізекке қайта-қайта тапсырған. Қолы ұзын, тамыр танысы мол егізбай өзі жоқтың көзі жоқ дегені ме, мүгедек анасының атынан өтірік құжат жасап, үйін сатып жіберіпті. Сорлы кемпір соны естіп қатты шамырқанды. Алайда адам өз қолын өзі кесе алмайды екен. Болары болды, өткенді қайтара алмайды. Әкесі сияқты адал еңбек етіп, қулық сұмдықпен ісі болмай,
ешкімнің ала жібін аттамай, түзу жүріп түзу тұрған егізегі мен өзімшіл өктем егізбайын ойша салыстырды. Қанша дегенмен ана жүрегі перзент дегенде кешірімді де кең ғой. Іштен шыққан шұбар жыланына қалай өкпелесін? Бәріне өзі кінәлі, бәрі өзінің тәрбиесі. Дүние қоңыз, мансап құмар, жылпос қылып өсірген өзі еді. Кінәлісің деген жалғыз сөз сырт-сырт соққан сағат құсап санасында сан рет қайталанды. Жүйкесін жүндей түткен сол сөзден қайда қашып құтыларын білмеді. Құлағын басып, айналаға қашып кетуге дәрмен жоқ. Қол аяғы сау болған күннің өзінде де адам өзінен қашып құтыла ма? Көктемде шатырдан жерге тырс-тырс тамған мұз сүңгінің тамшысындай, миын бұрғылаған сұп-суық жалғыз сөз сүйегін сырқыратып, шыбын жанын шырқыратып, тілмен айтып жеткізгісіз ауыр азапқа салсын бір. Түні бойы көзілген жоқ. Құдайдан тілеген жалғыз тілегі тезірек осы азаптан құтқару. Төсегінің қасында қалғып мүлгіп, ұйқылы бояу отырған келініне елжірей қарап ұзақ жатты. Баяғы заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа мирас боп, марқұм анасынан өзіне мұра боп қалған, талай жанның көз құрты болған, сом алтыннан соғылған, қанша жылдан бері білегінде жүрген сәнді білезігін өз қолынан шешіп, ауыл тұрмысына пісіп қатқан келінінің білегіне салды да, оның суыққа тоңып, ыстыққа күйіп, қатқыл тартқан алақанын аялай сипай жатып, таңға жуық үзіліп кетті.